әйел адамға деген ешқандай құрмет болмады менде осы күнге дейін. Жетпесем осыған дедім. Баламды барып өзім қолмен дедім өтсем дедім. Әке шешемнен теріс айландым былай айтқанда. Әке шешеме қарсы келдім. Енді қайғыға қатты кіріп кеткеннен енді бір күн осы өстіп жатқанша өліп кеткен дұрыс деп ойладым. Аяғымның бір бөлшектері ise бастады. Алматыда ешқандай дәрігер диагнозын дөп басып айта алған жоқ. Былайша айтқанда бәрін істедім. Өзгеретін сәт келді. Өзгеру деген бұзылған нәрсені жөндеу деген сөз. Енді қазір күнде істеп жүрмін, қазір мен үйге кірсем бәрі алдына мамалап жүгіріп шығады. Мыңдаған адам өмірін өзгертті, сен де өзгерте аласың. Қазір дәрімен емдей алмай жүрген ісіктерім қайтты. Бәрі мүмкін.